Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушыларым. Мен бүгін сіздерге екінші оқу тоқсанындағы берілетін БЖБ бірінші жұмысымен таныстырамын. Ондағы мақсат осы БЖБ-ға келетін есептердің қандай екендігін алдын ала біліп, сол тақырыпты өткен кезде жақсырақ дайындалуға дайындық жұмысы ретінде болады. Қазір бізде бірінші есептеңдер дейді. Таңбалары әртүрлі сандарды амалдарды орындау керек. Бөлу амалы, неке бұл жерде қалай орындалу керек? Рет-ретмен орындалу керек, яғни қадаммен деп айтуға да болады. Бірінші жақшаның ішін орындап аламыз біз. Минус 2 плюс 1,12-ден 7. Бірінші жақшаның ішінде таңбалары әртүрлі сандарды қосқан кезде біз модулі үлкеннен модулі кішін алып тастаймыз. Көріп отырмыз, минус 2-нің модулі үлкен, олай болатын болса, біз 2-ден 1,12-ден 7-ні алып тастап, 2-нің таңбасын қоямыз. Немесе мен былай жасасам болады. Бізде шығатын санның таңбасының теріс болатындығы көрініп тұр. Олай болатын болса, жақшаның ішіне 2-ден азайтуымыз керек. 1,12-ден 7-ні. Әрі қарай теңдеп мен жалғастырып кете беремін. 2-ні қалай жазамыз? 2-ні 1 кеміті 1 деп жазамыз, және бөлшектің алымы мен бөліміне 12-ден 12 деп жазамыз. Біз 5-ші сыныптан білеміз. Мына 12-ге сәйкесті. Минус 1,12-ден 7. Тең 1-нен 1 аламыз. 0 бүтін жоқ бізде. 12 бөлімінде 12-ден 7-ні алсақ бізде 5 қалады. Демек, шыққан өрнек бізде 12-ден 7. 5 жақшаның ішінде, ал біздегі шығу керек теріс таңбамен. Мен минус 12-ден 5 деп бұлай жазып көрсетемін. Бұл бізде бірінші жақша. Екінші жақшаның іші 8-ден 3, азайтамыз 6-дан 1-ді. Бөлшек. Бізге бұл есеп қиын емес, 5-ші сыныптан білеміз. Бөлімі әртүрлі бөлшектерді ортақ бөлімге келтірген кезде біз қараймыз, ең кіші ортақ еселігін табамыз. 8 бен 6-ға ең кіші ортақ еселік бізде 24 болады. 24-ті 8-ге бөлсек 3, 24-ті 6-ға бөлсек 4. Тең 9-дан азайтамыз 4-ті. Сонда бізде шығады 24-тен 5 деген бөлшек. Мінекей біз екінші бөлшектің ішіндегі амалды орындап бітірдік. Енді үшінші рет-ретмен басынан аяғына қарай бөлу, көбейту амалдарын орындай берсек болады. Бірінші жақшада бізде минус 12-ден 5 шықты. Бөлуіміз керек. Екінші жақша 24-ден 5 шықты ғой. 24-ден 5. Оған көбейтуіміз керек. Үшінші 4,3-ден 1-ді. Тең барлығын егер көбейту бөлу араласып келсе, осылай бір түзудің бойына жаза беруге болады. Реттіліктерін, заңдылықтарын сақтай отырып. Минус таңбасын қоямыз. 12-ден 5-ті жазып аламыз. 24-тен 5-ке бөлу деген сөз көбейту 5-тен 24-ке. Және көбейту, мынау бізде аралассан көбейту ережесі бойынша, оны тек қана бұрыс бөлшекке айналдыру керек. 4, 3-4-тің 12, 1-ді қосамыз, 13. Сонда бізде қысқарту жүреді. 5-терге кетеді 1. 12 мен 24 қысқарады. 12-ке 1, 24-ке, мына жерде мен 3 қой балдар. 3-тен 13 мен 4 жазып қойыппын ғой. 12 мен 24 қысқарады 2. Минус таңбамызды қойып аламыз. 2 мен 13-ті көбейтсек 26 болады. Бөлімінде 3. Осылай да қалдыруға болады, немесе бұрыс бөлшекті аралассаң айналдыру үшін 26-ны 3-ке бөлсек 8,3-ден 2. 8-дің 24, 2-ні қосамыз 26. Демек, есептің жауабы біздегі минус 8,3-ден 2 деп жауап береміз. Келесі екінші есеп өрнектің мәнін табыңдар дейді. Мына жерде көріп отырмыз, периодты, шексіз периодты ондық бөлшек бар, және жай сан бар. Алымында да, бөлімінде де бөлшек күрделі бөлшектер есептеу. Алдыменен мен былай үйретейін. Менің YouTube каналдағы шексіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру тақырыбы өтілген сабағым бар. Сонда осы шексіз ондық периодты бөлшекті жай бөлшекке айналдыру ережесін өте жақсы түсіндірдім. Ал қазір мынаны былай жасайық. Бүтіні 0
Демек, бөлшектің алдында бізде бүтін жоқ. Жақшаның ішінде неше цифр болса, сонша 9 жазамыз. Үтір мен жақшаның арасында неше цифр болса, сонша 0 жазамыз. Содан кейін 237 деп жазамыз. Мен дәл осылай сызықты сызып көрсеттім. Өзім осылай үйретем мектепте оқушыларыма. Және 23-ті. Одан аламыз 23-ті. Тең 237-ден 23-ті алсақ 214 шығады. Бөлімінде 900. Тең қысқартайық 2-ге 450 шығады. 107 алымында. Демек, 0,127 периодта 7 дегенге бізде 450-ден 107 деген бөлшек шықты. Бөлімдегі 0,5 периодта 61 шексіз периодта ондық бөлшегінде дәл осы ережемен жазамыз. Жақшаның ішінде неше цифр болса, сонша 9 жазамыз. Үтір мен жақшаның арасында неше цифр болса, сонша 0 жазамыз. 561 деп жазамыз. Азайтамыз 5-ті. Тең бізде 556 қалады алымында. Бөлімінде 990. Қазір бұнда 2-ге қысқартып жіберейік. 495 шығады. Және 556-ны 2-ге бөлген кезде 278 шығады. Яғни бөлшегіміз жазып қояйық. 278 алымында, бөлімінде 495. Мына бөлшекті енді жалғастырайық. Бірінші 0,100-ден периодта 123 периодта 7-ні орнына 450-ден 107-ні жазамыз. Плюс мына 450-дің өзін жазып 43 тең, бөлімінде солай жасаймыз. 495-ден 278 азайтамыз. 113 бөлімінде 495. Әрі қарай бөлшек сызығын сызамыз. Мұна бөлімдері бірдей бөлшек, бізге қиындық келтірмейді. 450, 107-ге 43-ті қоссақ 150. 150 мен 450 қысқарады, 1-3-тен 1 шығады. Сонда бөлімді көрейік. 495 алымында 278-ден азайтамыз 113-ті. Тең бөлшегіміз жазып қояйық. Алымында бізде 3-тен 1 шықты. Бөлімінде 278-ден 113-ті алсақ бізде 165 қалады. 165, мына жерге мен астына былай жазып жіберейін. 165 бөлімінде 495. Бұларда қысқарады, 165-ке қысқарады. 165-ке 1-ден 495-ке 3-тен келеді. Сонда бөлшектің бөлімінде де 3-тен 1 деген сан шықты. Демек, 3-тен 1-ді 3-тен 1-ге бөлсең, бөлшектің алым мен бөлімі тең болса, ол 1-ге тең. Демек, екінші есептің жауабы бізде 1-ге тең екен. Келесі үшінші есеп, мынау бізде үлестірімділік заңы, осы заңдылықты тексер дейді. Яғни оң жағы мен сол жағын есептеп, екеуінен бірден мән шығу керек қой. А, В, С-ның мәндері мынаған тең болсын дейді. Алдыменен теңдіктің сол жағымен жұмыс жасайық. Жақшаның ішіндегі А плюс В-ны есептеп алайық, А. Бізде А-ның орнында бірден жазып қояйық. Енді 0,2 минус 0,3 көбейтеміз сығасы бізде минус 0,5 тең. Жақшаның ішінде 0,2-ден минус 0,3 таңбалар қарама қарсы бізде шығады минус 0,1 көбейтеміз минус 0,5-ке. Ондық бөлшектерді көбейту ережесін білеміз. 5-ші сыныптан 6-шы сынып тек таңба қосылып тұр. Теріс сандарды көбейтсең, оң сан шығады. 0,5-ке 0,1-ді көбейтсек, 0,100-ден 5 шығады. Бұл теңдіктің сол жағы. Енді оң жағын орындаймыз. Асы көбейту плюс В-сы бойынша. Асы бізде
а 0,2 көбейтеміз с-ға минус 0,5. Минус 0,5. Қосуымыз керек в минус 0,3 көбейтеміз сынысы бізде минус 0,5 тең 0,2-ні 0,5-ке көбейтсек минустан шығады бізде. 0,2 мен 0,5-ті көбейткен кезде 10 шығады ғой, үтір айырамыз 0,1 болады. Минус пен минусты көбейтсек плюс болатын бізде. Түсінікті. Енді 0,3-ке 0,5 көбейтсек, 3 пен 5-ті көбейтсек 15, үтір айырамыз 0,15. 0,15 тең минус 0,1 плюс 0,15. Демек біз не істейміз? 0,115-тен 0,1-ді алып тастап таңбасын қоямыз. Сонда бізде 0,105 өрнегі шығады. Келесі 4-ші есеп. Әлихан бір сан ойлады. Ол саннан минус 0,15-ті алып, нәтижені 1,2-ге көбейткенде 7,2 шықты дейді. Әлиханның бастапқы ойлаған санын тап дейді. Ал бір сан ойлады деп отыр, ол сан біз білмейміз, x деп аламыз. Одан азайтуымыз керек минус 0,5-ті. Сонда жазып жіберсек, x плюс 0,5 болып шығады. Осы санды дейді, x плюс 0,5-ті. Көбейтуіміз керек 1,2-ге. 1,2 есе арттырғанда 7,2 шықты дейді. Мұна енді бізде қарапайым теңдеу. X плюс 0,5-ті табу үшін 7,2-ні бөлеміз 1,2-ге. X плюс 0,5 тең 6 болады. X тең 6-дан азайтамыз 0,5-ті. Сонда X-ің шамасы тең болады 5,15-ке. Демек, Әлиханның ойлаған саны 5,15-ке тең екен. Неке, осымен бүгінгі сабағымыз балалар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.